Адамдар рухани құндылықтың бағасын о бастан түсінбегенді жайлы аңыз бар. Үлкен бір отбасында ынтымақ болмапты. Ұрыс керіс пен дау-дамайдан арыла алмапты. Олар бір күні Данагөй ақсақалға келіп, өздерін береке бірлікке өмір сүруге үйретуін өтініпті. Ақсақал ойланып, ешкім сендерге бақытты өмір сүруді үйрете алмайды. Бақытты болу үшін өздеріне не керек екенін жазып келіңдер депті. Бұл отбасының мүшелері кеңесе келіп бірнеше сөз жазыпты. Ол қандай сөз болуы мүмкін? Ойланып көрші. Сенің өз отбасының бақытты болу үшін қандай кеңестер жазар едің? Немесе бақытты болудың кілті неде? Отбасы ол шағын мемлекет. Сен сол отбасыда дүниеге келесің, тәрбие мен тәлім аласың. Ойланып жауап береміз. Яғни балалар, отбасы деген сөзді көргенде бірден ойларына не түседі? Отбасы деген біз үшін не? Отбасы құндылықтары. Отбасылық құндылықтар дегеніміз отбасында қолданылатын ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Яғни балаларды тәрбиелеу, салт дәстүрді ұстануда махаббат, сенім, түсіністік және тағы басқалар жатады. Бақытты ғұмыр кешудің кілті осыда деп ойлаймын. Әрбір бала шыр етіп дүниеге келгенде оны ата-анасы сөйлеуді, жүруді, дұрыс сөйлеуді, үлкендерді сыйлауға, кішілерге ізет білдіруді тал бесіктен бастап сендердің бойларына сіңіреді. Жалпы отбасы дегеніміз сүйіспеншілікті сезінуді үйретеді, жақсылыққа жетелейді, еңбектенуге, білім алуға көмектеседі. Үлкендерді құрметтеуге, кішілерге қамқор болуға бізді тәрбиелейді екен. Бойымызға сіңірген осынау бір керемет тәрбиені біз өзіміздің болашақ ұрпағымызға үйретуіміз керек екен. Үлгілі болу, жақсы болу, ата-анаға сөз келтірмеу әрбір баланың міндеті. Ата-ана сен үшін жұмыс жасап, еңбек етеді. Сенің жақсы өмір сүруіне жағдай жасайды. Жақсы киініп, жақсы тағам ішуіне, жақсы ортада өсуіне, жақсы білім алуына ата-ана бар күшін салады. Отбасы сенің қамқоршың. Отбасы ол сенің ғажайып бір әлемін. Сол ғажайып әлеміндегі жандарынды үнемі қуантып, еңбектерін ақтауға тырыс. Енді балалар, сендерге мынандай тапсырмам. Әркім өзінің отбасы туралы кішігірім мәлімет жазады. Яғни эссе жазамыз. Тақырыбы менің отбасым. Өзінің отбасың қандай? Сендер бақыттысыңдар ма? Яғни бақытты болу үшін не істеу керек? Сенің өз отбасының салт дәстүрін, қандай әдептерің бар, немесе мерекелік кештерді қалай қарсы аласыңдар, отбасылық қандай жиындар болады, отбасылық әдеп ғұрыптарың мен құндылықтарыңды эссеға сыйдырып жазуларың керек. Барлықтарына сәттілік тілеймін, кері байланыс сендерден күтемін. Дүниетану дәптеріне менің отбасым деген эссе жазасыңдар.